Мәңгі сені жазған жоқ сүрінуге, қақың бар қайта тұрып жүгіруге. Адамзат баласы басына түскен қиындықты өзін өзгерту арқылы жеңіп шығалады. Жеңу былай тұрсын, бұл өмірден баз кешкен адам күн ертең ақ өзін өзгерту арқылы өзгеге де көмек қолын созады. Бұл дін емес, бұл өмір шындығы және өте әділ шындық. Армысыздар қадірлі көрермендер, Әл-Фараби арнасында көзбе-көз бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы халықаралық деңгейдегі коуч, ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт бестселлер кітабының авторы Камшат Бекжігітова. Камшат ханым, қара шаңырақ қазуымызға қош келдіңіз. Қош көрдік қыздар, рахмет көп. Жалпы нағыз өмір зона комфортадан шыққанда басталады деген сөз бар. Сіз зона комфортадан қалай шықтыңыз? Адам баласының жалпы ең жаңағыдай қиын бұл алғаш өзгеріске кез келген жаңағы жаңа жұмысқа орналасса да бұрынғы үйреніп қалған жерден шығу өте қиын болады. Адам бір жерге тез дағдыланады. Сол жерден шығып кетуге оның ішкі үрейі, ішкі қорқынышы үнемі кедергі келтіріп отырады. Сондай кез менде де болды. Зона комфортадан шыққан кезде, яғни үйреншікті орнынан шыққанда нағыз өмір, нағыз қызықты өмір, нағыз керекті өмір соның сыртында екен. Сондықтан бұдан мен қалай шықтым? Бұрын жасамаған нәрсені жасау арқылы, өзімді өзім былайша айтқанда қинап, өзімді өзім жаңағыдай бұрынғы Камшат болғым келмесе шық, тұр орныңнан деп, Брайан Трейсидің айтқан сөзі бар ғой. Бұрынғы жаңағы жетпеген нәрсеге қол жеткізгің келсе, бұрын жасамағанды жаса дейді. Бұрын болмаған адам болғың келсе, бұрын өзің өмірде істемеген дүниелерді істеуің керек екен да. Сондықтан сол қағиданы ұстана отырып шықтым. Бұрын жасамаған дүниелерді жасадым. Қаржыгердің психология әлеміне енуіне не себеп, немесе кім түрткі? Ол енді қаржыгер деген жалпы кезінде бір оқымады, я болмаса жаңағыдай. Енді мектепті жақсы оқып бітірдік, бірақ дегенмен де өзім қалаған сіз сияқты журфак филфакқа түсе алмадым. Бала күннен жазғанды жақсы көретін едім. Содан осылай жаңағыдай қаржыгер болып кеттім, күтпеген жерден. Бірақ қаржыгер деп жақсы оқып бітірсем де мен ол салада жұмыс істемедім. Ол менікі емес еді. Содан психологияға жалпы өмір алып келді. Өмірдегі қиындықтар алып келді. Психология деген не? Ол міндетті түрде психолог болып кету, жаңағы елге бір жаңағы отырып жеке кеңес беру емес. Менің мақсатым өзімді танып білу үшін кез келген адам психологияға бару керек. Психологияны оқу керек. Психология деген мен үшін ол адамның ішкі әлемі, өз әлеміңмен тіл табысу, өзіңнің жаныңды түсіну, өзіңді тану, білу, кім екеніңді, не үшін өмір сүріп жатқаныңды, соның бәрін анықтауға маған осы психология, оның ішінде айтпасқа болмайды. Әлемдік жаңағы бүкіл адамның өмірін жақсы жаққа өзгертуге себепкер болып, енді өмірден былтырғы кезде қайтыс өткен, ол Луиза Хей апамыздың кітабы. Мені психологияға алып келген. Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт бестселлер кітабын жазудағы басты мақсатыңыз қандай? Ол кітапты жазудағы басты мақсат негізі шындығына келгенде менде жаңағы осы Луиза Хейдің кітабын оқығаннан кейін жалпы қазақша кітап іздеп көрдім. Осындай кітаптар бар ма вообще? Енді мен барған дүкендерде жоқ болды, таппадым. Тура сондай кітап бүкіл елге керек қой, бүкіл адамға керек қой, мынау білу керек қой, біздің қазақ деген қатты бір не болды. Сонда мен жаңағы отырып бір жай ғана ой болып келген. Осындай бір кітапты мен жазады екенмін, жазуым керек деген сол кітап жазып шыққанға дейін 3 жыл бұрынғы бір ой болатын. Кейін тәжірибе жинай келе, білім ала келе, өсе келе, өзімнің жеткен дүниелерімді бөлісетін уақыт келген кезде жай ғана қарапайым, кішкентай баладан бастап, үлкен жаңағы қарт қарияларға дейін түсінетін бір кітап жазып шығу арман болды, соны жазып шықтым. Болашақта тағы да кітаптар шығару жоспарыңызда бар ма? Әрине, бұл кітап негізі былай айтқанда қазақ тілді психология әлеміне жай бір әліппе, менің бір берген әліппем іспеттесті. Бұның әрбір тақырыбын алып қарасам, мен бір кітап жазып шығаруға болады. Яғни қазіргі таңда жазылып жатқан кітап бұл нақты мақсат тақырыбында. Енді ол жерде ойыңды өзгерт, сөзіңді өзгерт, бүйтіп айт, сөйтіп айт деп отырмаймыз. Нақты мақсатты анықтау, соған барар қадамдар, қиыншылықтар, әрбір баспалдағы деген сияқты өз тәжірибемізбен бөлісу.
ендігі кітап мақсат тақырыбында. Жалпы осы өмірден баз кешкен адамның аяғын нық басып қайта тұруына сіздің тренингтеріңіздің немесе кітаптарыңыздың ықпалы тиді ме? Енді Аллаға шүкір өте көп тиді деп айта аламын. Себебі мен жаңағы осы кітап арқылы енді қазіргі таңда үлкен бір сұранысқа ие болды, жоғары деңгейде сатылымдау жүріп жатыр. Оқыған кісілерден тек қана рахмет естудеміз, алғысын естудеміз. Сол сияқты күнде мыңдаған хаттар аламыз, соның ішінде енді көмектескенде әуелі Алла, одан кейін қатты себепкер болып жатырмыз. Яғни ол адамның жай ғана сөзін түзеуге, ауыздағы сөзін түзеуге, сөз арқылы ойы түзеледі. Одан кейін мақсат деген дүние бар екенін түсіндіріп жатыр. Мақсат дегенді бұрын мен өз басым, жалпы бұл кітапты мен тура өзім сияқты бір қарапайым халыққа арнадым да. Өзім қалай өзгердім, өзім қалай неге жеттім, өзім нені аңғардым, сол арқылы осылай жаңағы қарапайым қыз келіншектер, жігіттер білсе екен деген мақсаттар жазылған еді. Сол жетті, яғни жүректен шыққан дүние жүрекке жетіп жатыр. Өте көп өзгерістер. Бізде бір не арнап жатырмыз қазіргі таңда, жаңағы нақты осы кітапты оқу арқылы, сабақтарымызға қатысу арқылы, жаңағы ойын, өмірін түбегейлі өзгертіп жатқан адамдарға арнап бір кәдімгі бағдарлама сияқты жүргізбекшіміз. Енді халық білсін, көрсін, жаңағыдай қаншама халықтың өзгеріп жатқан, біреудікі біреуге себепкер болар. Менің сөзім жетпегенге мысалға басқа да оқырмандардың сөзі жетер дегендей, біздің мақсат барынша адамдар бүкіл жауапкершілікті өзіне алып, ешкімді кінәламай, соның ішінде өкіметті мүлдем кінәламай, дұрыс өмір сүру, сөзін өзгертуден бастауда. Соған қанша 17 миллион болсақ, соның ішінде енді жоқ дегенде 10 миллионымыз қазақшарыз, қарапайым халық. Соларға жету, жеткізу, үйрету, көрсету, жол бастау сол. Сіздің ойыңызша нағыз жеңімпаз деген кім? Нағыз жеңімпаз, мен өзімді айта аламын да, өзін өзі жеңген адам. Өмірде ешкіммен алыспай күреспей, өзіңнің нәпсіңді, өзіңнің жалқаулығыңды, өзіңнің сабырсыздығыңды, өзіңнің жаңағы біреу десе ма деп бассалатын кәдімгі шапшаң ұрыс. Енді сондаймыз ғой бәріміз қазір мына заманда тіпті адамдар жүйкесі жұқарған деп қояды. Әрбір адам өзін жеңген кезде сен бүкіл жеңіс сенің қолыңда деп білем. Оны өз тәжірибемнен білем да. Ешкіммен ұрыспайсың, өзіңмен өзің, еш нәрсеге басыңды ауыртпайсың, еш нәрсені уайымдамайсың. Доллар қымбаттап жатыр ма, өкіметте не болып жатыр, шаруаң жоқ. Тек өзіңмен ғана өлелгенше алысып, жұлысып, өзіңді ғана өзгертуменен боласың да. Яғни өмір бойы өзіңмен ғана күресіп өтесің. Сол адам, ол нағыз жеңімпаз, және де бұл қазір осындай бір кішкене бір баспалдақты көтерілген кезде сен бітті жеңімпаз болдым деп ойлама. Себебі өмір бойы екен, бұл өмір бойы. Нәпсі деген ол біз тіршілік жасағанда ол өмір бойы болады. Жалқаулық. Менің де жатып дәл қазір ұйқым келді. Бүгін демалысты пайдаланып, қысымды құшақтап ұйқым келді, бірақ студенттер осындай жасап жатыр дегеннен кейін мен студенттерге кішкене болса да әйтеуір бір септігімді тигізіп кетейін, жаңағыдай жақсылыққа қарай бір кішкене болса да қадам басайық бәріміз, бізді көрген адамдар мүмкін өзгерер деген оймен мысалға келдім. Яғни өзіңмен өзің өмір бойы күрес, сонда сен жеңімпазсың. Сіз үшін өмірдің мәні неде? Жалпы өмірдің мәні біріншіден бұл қазіргі кезде, дәл қазір сіз екеуміздің осылай отыруымыз, мысалға, бұл да өмірдің мәні. Яғни әрбір сәттен, әрбір қас-қағым сәтте адам өмірдің мәні деген жалпы бақыт деп қарауға болады ғой. Одан кейін өзіңді тауып, сол саланың ең мықтысы болу. Яғни өмір бойы сол салада өсу, сол салада іздену, білім алу, даму, рахаттан сол жұмысты жасау, содан басқа адамдарға сен пайдалы бола білу. Өмірдің мәні сол. Енді жаңағы Виктор Франкл айтады екен ғой, адам өмірдің мәнін 3 жағдайда табады дейді. Бірінші ол дейді, әрбір істе. Яғни біреу мүмкін саудамен айналысады, одан сатушы болады, түрлі жағдай жұмысты істеп жүріп, соның ішінде өзі нағыз керекті ісін табады да, содан рахат алады. Екінші жағдайда дейді, ол өміріне біреу кездескенде дейді. Мүмкін
ғашық болар біреуге, жоқ мүмкін үлкен бизнесмен кісіні кездестіріп қалар, мүмкін бір ұлағатты ұстазды кездестірер. Сондай бір адам кездесіп кеткен кезде адам өмірдің мәнін табады дейді. Үшінші жағдай бұл қатты қиналғанда дейді. Қатты қиналып, өмір бітті, осымен тоқтады, ары қарай жол жоқ деген кезде адам өмірдің мәнін тауып шығады екен. Мен өзім үшінші жолда тапқан екенмін. Сондықтан қандай адам болса да, осы біздерді көретін кім болса да мен өмірдің мәнін тауып, яғни сол салада мықтысы болуына шын жүректен тілектеспін. Жақсы, Кәмшат ханым, студиямызға келіп мардымды сұрақтарға жауап беріп, өмірлік азық болар кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет, сізге шығармашылық жетістік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін біздің Әл-Фараби арнасында қонақ болған халықаралық деңгейдегі коуч, ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт бестселлер кітабының авторы Кәмшат Бекжігітова. Бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетті. Сіздерге қызмет көрсеткен Көзбе-көз тележобасының авторы, шығармашылық топтың жетекшісі Жидегүл Әбдіжәділқызы. Бағдарлама тізгінінде Жадыра Оңайбаева. Қуанышты күндерде кездескенше аман сау болыңыздар.